Жаңалықтарымыздармен қарай жалғастырамыз. Алда келе жатқан оқу жылына Келес ауданында неше мектеп күрделі жөндеуден өткізілуде. Жасалып жатқан жұмыстардың сапасы бақылауда ма? Осы сынды бірқатар сұрақтарды Келес аудандық адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысы Бақтияр Абдиевке қойған болатынбыз. Келес аудандық адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысы Бақтияр Абдиевтің айтуынша, алдағы оқу жылына дайындау үшін қазір таңда 4 мектепте күрделі жөндеу өтіп жатыр. Оның бір мектебінде бүгінде күрделі жөндеу жұмыстары аяқталыпты. 22-23 оқу жылына дайындау үшін бізде 4 мектепте қазір таңда күрделі жөндеу өтіп жатыр. Төртеудің біреуі бітті. Біздегі 26 Келес жалпы орта мектебінің қосымша ғимараты болатын. Және Мақташы жалпы орта мектебі бар. Соның қосымша ғимаратына әзір таңда жүріп жатыр. Ол енді қыркүйектің басына тапсырады. Және бір мектебіміз 56 Белгібаев деген Бірлік ауылдық округінде. Оны енді өтпелі болып берілді. Биылғы жыл тек қана едендерін ауыстырады. Ал қалған жағын келесі жылға толық қаржы бөлінетін болады. Ал 4-ші мектебіміз біздегі 11-ші жолбасшы мектебі бар Біртілек ауылдық округінде. Сол мектепте өтеді күрделі жөндеу. Ол енді конкурс енді аяқталды. Бұны біз енді кешікпейтін себебіміз негізгі ғимараты бар. Сол жерде оқып жатыр. Ол енді алдындағы ескі ғимараты қосымша. Сондықтан оны алдын бәрін жауып, оны түгел осы неге дейін 2-ші тоқсанға дейін түгел жөндеу жұмыстарын өткізіп бітеді. Ол жердің өзінде технадзор деген бар, техникалық қадағалаушы. Сол мекеме бар, автор бар одан кейін. Одан біз енді тапсырыс беруші болғандықтан, біз өзімізде күнделікті болмаса да бір 2-3 күнде бір рет соған бекітілген өзімізде маман бар арнайы. Сол хабарлады, ал өзім кемі аптасына барып, жұмыстың жүруі, сапасы бәрін қадағалап отырмыз. Сонымен қоса, биыл Келес ауданында 3 мектеп жаңадан салынып жатыр. Ақтөбе ауылдық округіндегі Рахымжан Қошқарбаев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің құрылысы толық аяқталуға жақын. Осы оқу жылына пайдалануға беріледі деп жоспарлануда екен. 3 мектеп құрылысы жүріп жатыр. Үшеудің біреуі аяқталу үстінде, осы 1-ші қыркүйекте ашылады. Ол естеріңізде осы Ақтөбе ауылдық округіндегі Рахымжан Қошқарбаев деген мектебі. Бұл енді Кешеуіл деген мектеп, себебі 2017 жылы басталып, 2018 жылы тоқтап қалған болатын. Қазір облыстың, ауданның, әкімдерінің ықпалымен осы жылы басталып, құрылыс жұмысы жалғасып, осы аяқталып жатыр. Қазір таңда барып көрсеңіздер, енді керемет деймін, қаладағы мектептермен бірдей етіп салып жатыр. Және бір мектебіміз осы желтоқсанның соңына беріледі деп отырмыз. Ол Ошақты ауылдық округінде Абай нөмірі 46 Абай атындағы жалпы орта мектеп бар. Соған қосымша құрылыс, ол да 300 орындық. Және бір мектебіміз Қошқарат ауылдық округінде нөмірі 25 Сейфуллин жалпы орта мектебіне, оған да қосымша құрылыс салынып жатыр, 300 орындық. Ол енді биылғы жыл тек қана жерін тегістеу, жерін дайындау мәселелері жүріп жатыр, нөлден шығару. Ол енді келесі жылға толық берілетін болады. Жасалып жатқан жұмыстар толыққанды бақылауымызда. Білім саласында іске асып жатқан оң өзгерістер бұл өскелең ұрпақтың көзі ашық, бәсекеге қабілетті болып, дұрыс қалыптасуына бағытталған қадам. Сондықтан да ел болашағын жарқын ету жолында бар күш-жігерімізбен еңбек етудеміз дейді бөлім басшысы. Сонымен қатар біздің мектептер биылғы жылы ағымдағы жөндеуден толық өтіп жатыр. Бізде осы 63 мектеп болса, 63-тің енді бір үшеуі мерзімі бар, біткен жаңа мектептер. Сондықтан оларға ешқандай жөндеу жұмысы жүрмейді бізден. Ағымдағы жөндеу, қалған мектептің бәрінде, 60 мектептің бәрінде толық жүріп жатыр. Осы 25 тамызға түгел аяқтап, мектептер биылғы оқу жылына дайын. Сонымен қосатын болсақ, биылғы жылы көмірмен жылытылатын, бірақ сол елді мекенде газ берілген, табиғи газ. Сондықтан ол мектептер биылғы жылы 7 мектеп табиғи газға өтіп жатыр. Олар Алпамыс Батырда бар, Қошқаратта да бар, және Ақтөбеде ауылдық округтеріндегі жалпы 7 мектеп. Биылғы жылы толық газға қосылып, ол мектептерге көмір қатты отын алынбады. Бір сөзбен айтқанда, Келесте білім саласында келелі істер орындалуда. Қуаныш Амангелді, Ережеп Тұрғынбайұлы, Сәттелі арнасының жаңалықтар қызметі.